9 сәуір қазақ тілі күні. Барша ана тілін ардақтайтын, туған тілін құрметтейтін халықты осы үлкен мерекемен құттықтаймын. Кезінде ұлы ақынымыз Сұлтанмахмұт Торайғыров айтып кеткен ғой: сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген таныс үнін демекші. Ана тілін ардақтаған, ана тілінің қадір қасиетіне жеткен ұрпақ, ол бақытты ұрпақ. Сондықтан да осы бабаларымыздан қалған асыл мұраны, асыл тілімізді келесі ұрпаққа жеткізу бүгінгінің басты парызы деп ойлаймын. Мереке құтты болсын, ағайын. Анамыздың сүтімен келген, анамыздың бойындағы асыл қасиетпен келген ана тілімізді ардақтайық, келешекке жалғастырайық. Көк аспанымызда көк туымыз мәңгілік желбіресін. Ана тіліміз соның қасында бір елде төмен түспей, келешек ұрпақтың мақтанып жүретін, ары қарай жалғастыратын асыл қазынасы, анасының асыл ақ сүтімен келген үлкен қасиетті тілі деп жалғасын тапсын деген үлкен аналық тілегімді білдіремін.